Жаман ұрдық, көрермендер мыналар. Достар, егер де сіздер алтын серияны көргілеріңіз келсе, общение шығып қойды жол. Тез көріп кетіңіздер. Давайте. Жүр. Рахмет жігіттер, нағыз достыңдар ғой. Дос деген негізінде осындай жерде керек болады. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сонда, досымен ғана қымбатпын. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын. Сендегі доспен дос болып, сонда ғана тұрмақпын. Мәш, братан, осындарды қайдан шығарасың, базар жығы. Менікі емес, Мұқағали Мақатаевтың өлеңі ғой. Сен де жүре берме, кітап оқысай. Бопты, братан. Танчик, родной, от души. Сен дегенде любой жерде ғой. Паразам, раз-на-раз, талпана-талпа қарамаймын ғой. Не за что аның? Арманыңда мықты екен, жағым ауырып қалды мына жерлер. Енді мықты болмағанда ше, боксер бол. Не план дальше? План жоқ пока что. Кеттік арбатқа барып, Макси бургерге отырайық. Қымбат емес бол жүр. Уайымдамашы, брат. Батянка бол жүр. Жағып тұрмыз, кеттік онда. Жүріңдер, кетшісің. Зачем я рассказал тебе про любовь? Но зачем я показал? Отырыңдар жігіттер. Әсел! Не бар дейтін, бәрін ақпеш, бір достарым келіп қапты да. Жігіттер осы жер, короче, пахандікі ғой. Смело, бәрін, не керек, бәрін заказ бере беріңдер. Шот, уайымдамаңдар оны. Қолымнан ұстап, ұшам десең алысқа. Танчик, родной, осыған арналып. Достыққа жүрмін тұмартып. Өлгелі жүрмін, өзімен өзім мін артып. Жанына барып, жауыздың уәзір болғаннан, достардың барып, ауласында өлген мың артық. Сол үшін жігіттер, достығымыз ажырамасын. Ай, красавчик, родной. Жеп отырыңдар жігіттер. Ұшам десең алысқа, сезім зымыран құлаштайды ғарышқа. Дәл осы тұста, жақын демес алыста, болғаннан соң ғашық. Қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Арман, бұны кім істеді? Арыстан ба? Танымай. Біреуін ғана түрін көрдім, қалғандары маскада болды. Арыстан түрлері көрінбесін деп сол істеген шығар. Білмеймін. Ал үйге қалай барасың? Анам көрсе шошып кетесің шығар? Бүгін үйге бармайды. Енді не істейсің? Жасурмен сөйлесем, егер рұқсат беріп жатса, соны ғана атып жатыр. Ал ертең мектепке қалай барасың? Мектепке формасы кіргізбейді ғой. Сағат 8-ден аса мама жұмысқа кетеді. Кейін кеткеннен кейін барып кейін оған. Рахмет саған. Қазір жасыл қазан болыш. Алла жасыл. Қолыңыз ба? Сен үй жағына өтем. Шықшая бір әңгіме бар. Аха, да. Соның үйінде қонатын болдың ба? Білмеймін, әлем белгісіз. Танчик, родной, от души көп-көп қонақ жайлығыңа. Оқасы жоқ, сен де маған кезінде көмектестің ғой. Жарайды, хабардамыз бар. Все, брат, мен қызыммен жолығым керек еді. Кім ол, Дженни ма? Сен онымен әлі жүріп жатсың ба? Просто бұған одан басқа қыздар қарамайды ғой. Жоқ ой, братан, білесің ғой мен Анна Люппын ғой. Аңды дүгай бұл, баш кетші бар.
Все, братан, мектепке жолығамыз ғой. Давай. Сен шыққа барасың? Мен үйге барам. Что-то шаршап отырмын, үйге барып жатып демалмасам. Жақсы онда. Жақсы бауырым, жолға Хабарласамыз ғой, маған. Арман, бетіңе не болғаны? Тренировкадан келе жатқанда бір балдар жауып кетті. Кім олар? Білмеймін, беттеріне маска киіп алған. Біреуін ғана түрін көрдім. Есімі Данияр болу керек. Данияр. Сол Арыстан балдар емес пе екен, а? Білмеймін. Бірақ кеше Еле айтқан. Абайлаш артынан Арыстан балдар салып жіберуі мүмкін деп. Онда точно солар ғой. Арыстан. Білмеймін. Көзбен көрмеген екен, ешнәрсе айта алмайсың ғой. Енді бірақ бекерден бекерге біреу ұрып кетпейтін шығар сен мысалы. Енді көре жатармыз оның барлығын. Жасыл, мен сені оны айту үшін шақырмадым. Не айт? Сенен бір өтіш болып тұр. Қандай өтініш? Айта берсей ма, смело. Бүгін сен үйіңе қонсам бола ма? Мына түрмен үйге барсам мама кіргізбейді ме? Ой, Арман, менің үйім сен үшін әрдайым ашық қой, білесің ба? Қолым көксімді әке. Жүр, кеттік. Ай, красавчик. Жан, мен сені қатты сағынып қалдым ғой. Бүгін ғана мектептен көрдің ғой. Менің сен өткен әрбір секундым ауыр ғой, білесің ба? Осыны айтып жібересің ба? Жүрегім жарық көрсетейін ба? Сенесің ба жарық көрсетсем, а? Жарық көрсетейін. Жарайды сен да. Жарым сол. Мен сағынаннан бір өлең айтып берейін, а? Давай, мен жүрегім деген сені әрдайым тыңдайды ғой. О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнімедің. Гүлімедің, елтіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің. Қандай күшті. Жан, Ау? ерінен бір сөйінші. Құмаш ят қой? Кімнен ят? Білмеймін, ят. Ту, Жан, бір рет қана ғой. Ертең бір рет деп үйреніп алып, тағы күніне келетін шығарсың. Жоқ, шынымен бір рет қана. Точно бір рет болса, жарайды. Естіп тұрсыңдар? Туалет қасындағы қызылбас кім? Жен екі үйге. Одан кейін 9-дан кейін үйден шықпайтын боласың, түсіндің ба? Арман, Ау, шыныңды айтшы, саған Елі ұнайды ғой, а? білмеймін. Маған сондай сияқты. Неге бола біледі? Білмеймін, сондай сияқты да. Жоқ, мен оны жай ғана қорғадым ғой. Ондай болса, тез терезені ашшы. Не үшін? Тез ашса, кеш болады. Фуй, не сасып кетті, ё-моё. Адам емес екенсің ғой, жасыл. Сол кезде аш дегенде ашпан барса, тез ашсай. Қасы. Аштым. Ашсаң, онда давай қайырлы түн. Саған да қайырлы түн. Ой, Чхарик, сен уже мектепке келіп алғансың ба? Негізі, менің саған бір сұрағым бар да. Сен кітаптан басқа нәрсені ойлай аласың ба? Басымда ауыртпашы өтініш. Сен маған айтып тұрсың ба? Я саған айтып тұрмын. Сен вообще білесің ба менің кім екенімді? А? Рауза, не болып жатыр мұнда? Не сөйлеп жатсыңдар? О, Ачхариктің сыңары да келді ғой. Негізінде екеуің бір-біріңе жарасасыңдар. Қазақта сөз бар ғой. Тең-теңмен тезек қабымен деген. Енді екеуің қосылсаңдар, екі қап тезек болатын едіңдер. Лизат, аузың бар екенде сөйлей бермеші. Біз саған бірдеңе деп па? Вот именно ешнәрсе демедіңдер. Просто менің сендерге жаным ашыды да. Мектеп үй қалай жалғып кетпейсіңдер? Я бізге осы қызық. Главное, Рауза екеуміз біргеміз. Біз бір-бірімізді осы қалпымызда жақсы көреміз. Ал сен болсаң Арыстанның қасына шықпайсың. Бірақ ол саған қанамайды. Мен сені Арыстанға айтып беремін, түсіндің ба? Білгеніңді істеші. Сендердің қолдарыңмен біреуді ұрып соғудан басқа не келеді? Көреміз. Братан, ана Арман тірі ме екен? Білмеймін, тірі болса тірі шығар. Бірақ жатқан шығар үйінде ауыз басы ісіп, көгеріп. Походу ол сабақты киімді сияқты. Арыстан, Ау? анау текошер жаман өзінше болып кетіпті. Бізді қолынан тек қана біреуді ұру ғана келетін, басқа ешнәрсе келмейтін жүрген біреусіңдер деп айтып жатыр маған. Немене ол сөйлейтін болған ба не, а? Сен осылай аспанға қарап жүре берсең, даже мылқаудан сөйлеп кетеді, білесің ба? Сол үшін төбесіне келтіріп қою керек болды. Ол да Лизат, сабақтан кейін ол сүмелекпен өзіміз сөйлесеміз. Ә? Иә. О, мен жерейін кетіп барадыр. Жан деймін ау. Көрмей қалды ой деймін.
бір минут а келем. Патка бұл. Арман, Лиданы ше қалай сындырсам екен, а? Үйіне дейін шығарып сал, гүл сыйла. Көп қоғыз? Гүл, қандай гүл сыйлансам екен, а? Қара гүл сыйласам екен, а? Неге? Ерні қақ бара ғой просто. Енді оның стилі сондай ғой. Лида кетіп бара тұрған. Давай, жақсы. Сәттілік тілеп қойып Давай. Лида, тоқтап тұрсай. Саған деймін тоқташы. Эйли онда бара берші. Жени, не болған саған? Ештеңе болған жоқ. Айтсайын шыныңды. Или кеше түнде кетіп қалғаныма ренжіп жатсың ба? Иә. Жанен түсінсей, ағаң шығып қалды. Егер де екеумізді көрсе, аямайтын білесің ғой? Сен кетіп қалған соң, аға мені үйге кіргізіп қатты ұрысты. Енді түнде мені ешқайда шығармайды. Жаным. Кешірші мен, сен маған күндізде керексің ғой? Шынымен ба? Иә? Жарайды, оны кешірдім. Лида, қазір сен сабақтан шыққан соң не істейсің? Үйге барам. Үйге барғаннан кейін боспын ба? Иә, боспын. Онда ше бос болсаң, неге екеуміз бірге Арбатқа барып қайтайықшы? Көтересің бе өзің? Иә, көтерем. Жарайды, барып қайтайық. Болды. Ештеңе? Бір онда сабақтан кейін жолығамыз болыпты. Мұхаббат. Эйлі, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Кеше жас орын үйінде қондың ба? Иә, сол үшін сабаққа кешігіп келдім. Мамамның жұмысқа кеткенін күттім. Сосын бүгін де ерте қайту керек. Анам келмей жатып, тренировкаға кетіп қалам. Бәрібір түнде үйге барсаң, біліп қояды ғой. Иә, бүгін де жас орын үйіне қонатын шығар. Міне, келді. Тіл ұзын бала. Тико, сен тілің ұзап кеткен ба? Или жылансың ба? Не істеп қойдым саған? Сен не істемедің деп сөйле. Сен Элизатқа не әңгіме айтып жүрсің сен? Енді өзі ғой Раузаға тиіскен. Сонда сен Раузаны қорамақшы болдың ба? Ей, Тико, ондай геройлығыңды бір жеріңе тығып қой, түсіндің ба? Арыстан, сен мені дұрыс түсінбедің. Барлығын дұрыс түсініп тұр. Бағана қыздың қасында қораз болып жатырған едің ғой, көрсетсе енді соны. Элизат, сен өзің ғой бастаған. Сен сонда қызбен айтысып тұрсың ба? Рома, сделай. Жат осы жерден мал бол. Сол үшін бір жерін қысу керек еді да. Бүгін жарап, кеткішем, ертең қаншын болмасын. Әйлі. Тоқташ, сен не үшін менімен араласпай жүрсің? Жай араласқым келмей қалды. Не үшін? Себебі жоқ. Менше. Сені вообще көргім келмейді, кешші. Жан, не болды саған? Кешірші енді. Мен кеше тым артық кетіп қалған сияқтымын. Саған ашу үстінде байқамай қол көтеріп қойдым. Бұл қатеңді кешіруің үшін не істеуім керек? Менен 10 метр алыс жүр, сол кезде кешірем. Мен бұны бұлай қалдырмайым, по-любому бар. Рома, жүш кетті. Братан, мен қызым шығарып салып керек еді да. Паткаблук, түрін айтайын. Братан. Элизат, хотя бы сен жүш кет, қасымда жүш кет, да? Жан, Ал? енді түнде кездесе алмаймыз ғой. Күндіз қыдырайық. Сен үйіңе барып киім ауыстырып шық, мен сені Арбатқа күтем, иә? Жарайды. Пока. Рахмет, давай. Жан, ештеңе ұмытқан жоқсың ба? Жоқ. Ұмыттың-ау. Нені? Қолымнан ұстап ұшам десең алысқа, сезім зымыран ұластайды ғарышқа. Дәл осы тұста жақын демес алыста, болғаннан соң ғашық. Қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Қолымнан ұсташы. Тәттеген бірақ, ә? Мен келем.
өзіңдікін жедің ғой. Не болсыншы. Лида мына адам көбейіп кетші. Кеттік паркке барайықшы. Я қараңыз. басқаға көнбедім тынысым сендедім жаралы жүректі сенделбеңдедім. Жан, мына жерден басым ауырып кетші. Бір тыныш жерге барайықшы, паркке ма? Жарайды жаным. Просто сөзің ғой. Лида, мен саған бір әдемі өлең айтып берейін ба? Бір Өзбекстанда бір Шахрухан дейтін әншіні білетін жоқсың, не? Жоқ. Қоя берші мен, мынандай өлең ғой. Қыз бала яр, қыз бала яр, қыз бала хай хай, қыз бала яр, хай хай қылар, қыз бала. Тағы бір қадам жақындамадың ба? Сен не? Нидонмен жүресің ба не? Жай ғана доспыз. Бәсе. Сен өзбекке кім қарайды дейсің? Рома, мен өзбектігім сенің өміріңе зиян келтіріп жатыр ма? Сонымен не айтпақсың, сүмелек! Не айтпақсың? Міне, Лидо көрдің ба? Ештеңе дей алмайды. Қандай қорқақ адамның қасында жүргенімді. Надоелсің, сен білесің ба уже? Шыдай алмаймын. Точно, сен маған қол көтердің бе? қолымнан ұстап ұшам деп Тоқта. Алтын жері шығып қойды білесің ба? Ол описаниеда тұр, бірақ. Сосын жаңағыдай өлеңді іздеп жатсыңдар ғой, ол да описаниеда тұр. Тез көріп келіңіздер, достар.